Қайырлы күн достар, ассалаумағалейкум бәрлеріңізге. Бүгінгі YouTube каналымызда түсіретін Каспийде нешін барлығына бірдей доступ бермейді. Нешін кейбіреулеріне Каспий отказ береді. Сол себепті сіздерге түсіретін боламыз. Кеттік. Олай болса бастайық. Каспий нешін барлығына бірден доступ бермейді. Өйткені сіздің Каспий голдыңызда аударым болмаған или аз болған себептен. Ол бірінші себеп. Екінші себеп ол сізде шотыңызда или ипіңіз или налогыңыз төленбеген жағдайда сізге Каспийден отказ келеді. Үшінші жағдай, сіз бірінші рет кәсіпкер болып ип ашқаннан кейін Каспий сразу сізге бірден одобрение бермейді. Ол үшін Каспий голдыңызда өзіңізде аударым болу керек. Біреуге жіберу керек, сізге жіберу керек. Аударым ақша ары бері жүру керек. Аударым болу керек. Сол кезде Каспий Pay'ға сізге доступ береді. Каспий Pay'ға доступ бергеннен кейін сосын Каспий магазинге тез арада тоже доступ бермейді. Не себептен? Өйткені Каспий Pay'іңізде сізде аударым болу керек. Каспий Pay'іңізде сауда болу керек. Ішінде ақша тоже түсіп тұру керек сізге. Қанша сумма түскені маңызды емес. Маңызды 500 суммадан көп түсу керек бір айда. И сосын қанша сумма түскені маңызды емес. Маңыздысы көп адамнан, количестводан көп адамнан түсу керек. Сол өте маңызды заттардың бірі. Сол үшін Каспий осыны міндетті түрде түртіп алсаңыздар болады. Тура осы шақпен жүрсеңіздер, сіздерде Каспий голдтарыңыз, Каспий Pay'ларыңыз және де Каспий магазин міндетті түрде тез ашылады. Осы видео ұнаса, лайк бас және комментарий жазып, астына келесі видеода не жайлы түсіретін айта кетіңіз. Сіздің ойыңыз өте маңызды. Біз үшін пікіріңізді астына қалдыра кетіңіз.